Vatandan kıymetli ne var dünyada? Asıl da yaşar mı vatansız insan? Men sonki nefesnen көтерем seda. Yaşasın, yaşasın, yaşasın vatan. Vatanның kıymetini elbette хорлықны көрген қарт баба қарт аналарымыз яқшы білелер. Оларның башындан кечірген вақиялары біз үшін бір тарих болып қалды. Бүгін тарих ізлері программасы бөле ватанымыздың бір қысмы olған Сейтлер районының Биғазы көйіне yol алacak. Көй Сейтлер районының мерkezінде ерлеші. Оның сол тарафындан Салғыр өзені ақа. Биғазы көйіне Кирсановка, Акимовка ве өзеннің қаршы ялысында лиственная көйлері құмшылық япа. Умумен алғанда көйінің чоқ су ихтияжылары лиственная көйінен бағлыдыр. Мерkezге olған месафе 10 километрны тешкіл ете. Автобуслар есе Сейтлер ве лиственная юнелішінде yolға чықалар. Көден текран ұзақта Жанкой кефе трассасы бұлына. Демір yol есе Сейтлерден кече. Көйнің тарихына назар ташласақ, чоқылары бұл көйні женіктен евел 1942 сенесі тешкіл етілген Рус Биғазы көйі дейлер. Амма профессор Рефик Музафаровның Қырымтатар энциклопедиясындаки малюматларға көре 1939 сенесі бұл ерде 304 кіші яшағаны қайт етіле. Демек, бұл ерлер Қырымтатар көйі олғаны шүбесіздір. Ады да бұны тастықлай. Бей сөзінден келіп чықа. Ве білгеніңіз кібі ескі турк тарихінде бір алып барыжы баш инсанның унваны олып келе. Ғазы есе ислам дініміз үшін күрешкен инсандыр. Белкім бұл көйнің сәкенлері, евеллері чоқсы халқымыз кібі Түркияге ижрет еткендір. 2017 сенесінің малюматларына көре көйде 5 соқа қайт етілген. Көй шурасының малюматына көре 2009 сенесі 142 гектарның 136 қорантасында 465 инсан яшаған. Бұл көйнің есе Ахмеджетінен де бағы бар. Мұнда мерkezден автобуслар қатынайлар. Шымды бұл көйнің еслі башлы инсанларындан бірісі Яқуб Бейдір. Яшына бақмадан қарт бабай ішсевер бір инсандар. Ватандашымыз 1936 сенесі Жанкой районының ұзын сақал көйінде дүнияға келе. Көйімізде бұғдай арпа. Мұна бұл тереклер жоқ. Бір жет шүкілі. Маллардан қой сығырларымыз бақайдылар. Үйлер бір дәнесі черіп кетсе, қалғаны сылау. Қашылары жоқ еді. Егер қашы болса, көтеріп кетеді. Ондай шүл. Керек болмағасында лизап балаталар бар да, олар зашқы етеді. Атман, тобанман малын несіні ұзарылы қаштырып, тезі кетіп, ана шолман пешкалар жанайды. Жанкойде Сейтлернен қомшылықта олғаны мұнасебетінден, қараманымыз бабасынен мұнда ат үстінде келгеніні қатырлап, балалық аятына адала. Бізде ең жақсы көрген ашым шорба, сұйық. Екіншісі қабақ. Қабақлар бір данесі 15-20 кило келеді. Бір қабақ. Оны біздер дете алмайдық, балайдық. Ағаларым 8 абақардарым, олар тығыртып алып келеді. Собаға, яғы айтам, тобаны тезекке детіп, собаға тығайдылар. Кешайғанға, ана шолман түрекселік, аселет, зияде пішіртіріп, оны жақсы көреді. Енді есе чөл тарафының таныштыру әдетіне кечеміз. Уақыт олар шыңайтып танышайдылар. Акошқа, мұна пенжереге апайлар іште, ақайлар шағатырып, шайтып шырнап таныша. Қайсы сөзі батылсан, тауы дегенемен деп, шайтып танышып үйленеділер. Яқуб ақа есе сүргінліктен соң бұл ерлерге авес етіп, 2 баласыны Биғазы көйіне yolлай. Өзі есе 2000 сене көчіп келе. Бұл көйні 1948 сенесі Карповка көйінен бірлештіріп, Двуречи адыны бергенлер. Пейгіллар кечіп 1989 сенесі инсанларының сайысы 338-ге ете.
Карповка кою есе Таврия губерниясына айыт олған весиқаларда 1900 сенелері қайт етіле. Бұл вақытта көйде 16 инсан яшап, бір ев хожалығы қызмет еткен. Биғазы койының да бір сакины Айшы ханымдыр. Шымды о халқымыз тарафындан яңы құрылған Аметхан Султан соқағында яшай. Евеллері, яғни 90-шы сенелері халқымыз бұл көйге қайтқанында айны соқақлар да жоқ еді. İnsanlar өз күчлерінен бұл евлеріні құрып, яңы соқақларыны тешкіл еттілер. Айшы ханым да оларының сырасына кірді. Қараманымыз 1934 сенесі Сейтлер районының Бешқұртқа Вакуп, яғни Тамбовка көйінде доған. Evler кішкене evçikler еді. Неден балшықтан yapılған evелде nasıl yapaykenler. Taban слой az барын yarısına taban слой ediler başta. Ben de yardım edeydim anama. Кішкене evçikler. Temiz bizim halkı всегда temiz yaşaylar. Bütün yer temiz, pak, aklanған, sılanған. Ana şu aklımda. Bahçede bizim evler balaban edi. Neden taştan yapılған, bahçe içinde, alma, armut hepsi çok. Ana şunun уже sabah saat 4'te geldiler, maşinaga oturttular, alıp gittiler 9 yaşında. Думаю, қайдан білесің не екенін? Мына мында Нижнегорскийдің несіне кетірділер вокзалына. Вагонарға тұқтылар, кеттік шоман. Хасталар да oldu. Өзімізде қыбырдама ер жоқ еді онда. Бір көшеде отырдық. Біз 2 дән едік қысқандашыма. Мында келіп сон. Өзбекстанда сон 4 дәне болды. Bütün ниетіміз қайтмаға, ветанға қайтмаға. Отырдық да 1 ай болдым, болмадым. Бір уақыт айтып башладылар. Ошибочно, яңыш келген екеміз қайтаралар біздің деділер. Мен анам жүр денеге барайд шилерін жейсін деп. Только қайтмаға. Совет үкіметі деврінде 1921 сенесі волость системасы ішке түшіп, бұл ерлер есе Жанкөйге бағлы ола. Бұл Карповка койы евеллері Қарақаш адыны ташыған екен. Айны сенелері мұнда Свободный труд адлы орталық тізіле. 1926 сенесі есе койде 24 азбарда 60 инсан яшаған. Олар рус, эстон, немсе, украин халқлары олған. 1930 сенесі октябрның 30-ында Сейтлер районы тешкілетіліп, кой бұл ерге кірген. Ондан соң есе койде колхоз да тізілген. Койге біріншілерден қайтқан ватандашымыз Эльвие ханымдыр. Олар үшін 1988 сенесі яқшы бір тарихте қалды. Бұл койде, doğrusunu айтсам, епсіші, неден мусорлар, грязно было очень, это нехорошо было. Сон біздер келіп, мұнда жиыштырдық епсерлеріне. Үйімізде бір трактор мусор шығардық, doğrusunu айтсам. Чекіштік, жыладық, хотели обратно вернуться в Өзбекстанға хотели. Сон хати даяндық, еттік, жиыштырдық, адам еттік қышлық үйлеріне. Колхоз бар еді, табашында çalıştым мен. Мен Қырымға келгенде, яш балам 1,5 yaşында еді. Сон екінші балаға орақлы болдым. 2 айлық болғанда шықтым ішке табашныға. Мен ішке алдыр табашныға. Мен табақ нетедім, десат етедім машинкада. Сон декретке шыққан сон, бала тапқан сон, импаншикешке кірдім, өзім профессияма кірдім. Онда çalıştым. Сон яслыға кірдім, çalıştым, нянечка болып. Мен іштемеген ерім қамады. Бек енеме койымыз. Бек яқшы койымыз бар, бек бірлік. Тойларда, жиынларда, дуаларда, епсі ерге барамыз ярдымға. Бек яқшы койымыз бар. Doğrusunu айтсам, епсі китап шақырдап, білген кішілеріміз епсі, құдаларымыз, туған руларымыз. Бір кіші көшіп келді, епсіміз яваш-яваш артынан көшіп келе берді. Баштанан көшіп келді, сон туғандарымыз көшіп келді, найым туғанары, қайым туғанары. Сон біз олардың артынан көшіп келе берді епсіміз, жерлерші кішілерге. Демек, бұтын халық кенеде Қырымда бір ерде топланды. Енді тек арзу ниетлерінен балаларына аяққа тұрғызып, оге әрекет етмелілер. Өзімізге шарайт ететіміз яваш-яваш. Ана суымыз жоқ еді. Ана яваш-яваш емізге су еттік, чияқ су еттік. Условия создать еттік өзімізге. Ну, doğru теран чекіштен, епші бола. Чекішмесең бір ши болмайды. Ну, жолларымыз теран ярамай. Мына балчық не бола, жауын жаусын ерте жүр алмаймыз, doğrusunu айтсам. А так епшіміз яқшы, койымыз бек бірлік.
Халқымыз bu ерлерге келіп, балабан бір емек төкті, çalışты, evler құрды. Bu вақтлары ресми жиеттен де прописка yapmak бек ağır еді. Прописка мәселесі азғана қиын еді. Біз не Өзбекстанның гражданствосына кіргенбіз, не бернікімен. Шыншын азғана қиын болды. Бір 2-3 жылдан соң біздің прописка етіп, анкеталарын заправлять етіп, шуман прописка болдық. 4 баламан үй құрдық. Ерлештік, огород ектік, мал қарадық. Бұл тараптар бек бір талай бабушкалар яшайды. Жүрмее бір дәне соқақ бар еді. Түн ер, от, тереклер басып кеткен. Оны кесе біз адам еттік. 1992 сенесі қараманымыз Эльфия ханым мұнда 4 баланен келіп, аяққа тұрғанында да пек ағырлықларыны көрді. Шымды о балалығында ешіткен ерларыны кенеде хатырлай. Тұр арқадаштан ағады, кетме керек талемге. Епімізін борчымызdır, аблешлер білмеге. Айдай милдері, Урватанын яшыз керлері. Шу ерні көп бізге питаларымыз, қарпабаларымыз ерлайды. Пенжере қапыларын бастырайды. Балалар үкімет ештімесін еріндер. Yıllar keçe көйесе insanlarının hareketlері себебінден әлбетте деңіше. Көйлілерінің evleri оларының кішік ватанлары олып қала. Оларының біріні ем байрам, ем де кедерлі күнлері бірлештіре. Ройшада етедік, епсіміз барайды. Палаулар пішеді, ойын күлгі болайды. Ана канат тянули, епші бар еді, бек яқшы еді. Мына шынды етеміз байрамларын. Мына яқында болды, құрбан байрам болды. Ана кішілер епсі орада тұттылар. Ораза байрам болды. Епсіміз яқшы, бір-бірімізге ярдым етеміз, шынайымыз бар, әдетіміз бар. Қартларымыз есе ана топрағымызда яшағанларына қованып, тарих сәйфелеріні ұнытмамаға дәвет етелер. Чүнки тарихны білген халқның келешегі бұйық ола. Вот bu речі мына сойларымыз мәнді бар, милletlerimiz епсі яқшы яшайлар. Керек қиыншылық болса, үшмен әрекет болалар, өз-өздеріне қарайлар. Яқшы біздің милletlerimiz епсі ауырлықларына Өзбекстанда кешірділер. Не қадар қайып болды, пойызларда кеткенде, не қадар кішілер даже көмалмадылар, жолларда қалдылар олар. 1944 сенесінің сентябрь айында бұл көйге Тамбовдан 320 айле кірсетілді. Екінші далғанен келген инсанлар есе Украинадан олдылар. Шымды есе бұл ерде чоқ халқлар мабетлікте яшайлар. Койның есас іші бұл ердір. Кой халқы балабан теплицаларда екінлеріні сачам. Ел-елда мұна не болады, қиын бола бұна. Осыргенше қасталаны, ләждеп теран өзіне кетіргенімізше боласын, яваш. Шапалаймыз, отына аламыз, суарамыз яқшылап. Оны ләждеп, соны яқшы болмаға қаратаймыз. Амидор сатамыз шынды. Қапачу. Соны қапсамыз болса, соны қапса сатамыз. Су скважинадан аламыз. Скважина қаздық 26 метрден шыға. Халқымыз мұна епсі шо теплицама немен чаретіп çalışып, өзінің өтмегін тауып ашайлар Аллах шүкірсін. Кегенімізден белгілі бір 13 жыл колхозда çalıştık, колхозын қарадық. Епсіні ақшаны киятқа yazып башлаган соң ташладық үшін, бұл өзіміздің Өзбекстанда займас еткен ішімізге башладық үшін. Амма бұл ерлер ачықлық олғаны себебінден теплицаларға тартылған клёнкаларны ел көтерілсе, ертіп ташлай. Ел базар мевсімінде мейва емішлерінің фияты деңіше. Кезден ерте шығарсаң, белкім файдасыны тапарсын. Әлбетте халқымыз тек бостанларда дегілде, девлет ішінде де çalışалар. Тәсілні есе кой талебелері лиственная мектебінде алалар. Мектепте ойын тақымы да өз ішін алып бара. Бұл ішлерні Февзия Бенсеитова бежере. Бұндан да ғайры талебелерге ана тіліміз мүкемел шекілде өгретіле. Бұл илімні есе Зеке Ожа бере.
o yaş mütehassис olarak mektepke 2010 senesinde gelip, bugünkü kunge kadar çalışa. Biz pek meraklı çalışamız ve vakit geçiremiz. Bizde pek çok bayramlar geçiyor. Demek her yıl Kırım Tatar haftalıkları geçiremiz. Ve bizim de mektebimiz ayrıca kalmayıp, çeşit türlü oyunlarla, brain ringlerle, en akıllı yarışlarla, konkurslarla geçiremiz. Ders olarak bizim mektebimizde Kırım Tatar dili geçiriliyor. Talebeler aveslikle katnaylar. Ana babalar da kol tutarlar. Ana babalar olmasa, siz bilesiniz ki bizim talebelerimiz bu bizim işancımız. Ana babalarımız bu bizim tayançımız. Onun için onlar bizge yardım kolunu uzatarlar. Onlar sağ olsunlar, men onlarga teşekkürler bildirmek gereğim ve gelecekte de inşallah öyle çalışmak da istedik. Elbette yaş neslimiz mektepni bitirip, vatanımızны korçalamak maksadından harbiy hizmetke de yol ala. Bizim ijadi takımımız ise böyle bir yigitning ko'z aydın duvasında bulunmaga qismet etdi. Koy halkı bu dakikada elbette beraberlikte. Birinchiden halkımız dua etip, so'ng sıcak bayram aşlarının damını bakalar. Bir ev sahibi de kolundan kelgene kadar hazırlıkını yapa. Elbette bu quvonchli voqea. Asker hizmetden sağ-aman evine qaytdi. Dualar evde keçirilse de halkımız başka bir ibadetlerini eski bahçanın binasına barıp yerine getireler. Koydagi din cemiyeti 1998 senesi toplangan edi. O hala da bugünkü kadar öz işini alıp bara. Şimdilik cami binası Koy Şurası tarafından 2000 senelere berilgen edi. Apaylar geldi yardımga. Koldan kelgen akaylar, ballar hepsi toplaşıp bayak iş yaptılar. Bugünkü şey yaparlar. Temizliler, bayram ki bolsa azbarlarını otuna çalgaman, kasılkalarman oralar. Bir hafta aldın hazırlık görürler. Koy camisi addi bir sovet binası olsa da, halkımız ise onu temizlep koz monçaqlari gibi saklaylar. Koyda imam vazifesini Edem Hoca beri. Bek yaxşı, Allah'a bin şükürler olsun. Cemaatimiz birlik, birbirimizge kol tutamiz. Bu Qadrles bayram olsun, Ramazan bayram olsun, Qurban bayramlar her vaqt bizni koyimizda keçirilir, iftarlar keçirilir o'telarni shunday. Teravih namazlarda buni her vaqt o'tkazamiz. Shunday namazlarga bola 18 kishi, 20 kishi, 16 kishi deb bolani shaytib, bayramlarda çok bu camiler to'lib tashib ketadi. Turmaga yerler qalmay. Koy cemaati elbette dinimizge sarılmaga tirişa. Boş vaqt tapsalar, camiga aşqalar. Bularning sırasına yaş neslimizning terbiyesi de kire. Bir vaqtlar hocalar bar edi. Alema hocamız var edi. O yanda ballarga, yaşlarga ders berdi. Şövket hocamız var edi. O da ders berdi balların Arap tilida Kur'an okumaga. Bek yaxshi da. Yani Aleme kızımız hocamız Akayga çıkıp ketken so'ng endi Jankoyda yaşıyor. Şevket kardeşimiz de Azerbaycan'da okudu, Türkiye'de okudu. Hazır endi o da endi hicaretmen uğraşa. Şimdi dini dersler olmasa da koy sakinleri eski binanın yarısında sağlam hayatının başı olgan sport meşguliyetleri hakkında düşüneler. Bizim yaş ballar akşamda 20'sinde, kun 20'sinde de bize metaptak masa sporta adı adamla Ali. Eser vaktinde masa sporta edi o adam, küreşçi. O razı oldu bizim ballarga talim vermege. Ana bunun için bizler remont yapmak gerekmez, remont için para gerek. Ne kadar bizge geri taş değil de taş götürmeye üretecek, küreşke üretecek, volne var bak. Haberlerinin en yaxşısı bu koyda gelecekte yangi bir cami kurulacak. Allah'a bin şükürler olsun. Yakında mana toprak aldık, 42 sotka. O toprakında Allah'a bin şükür etsin, kadastro nomer ettik, proyektini yaptırdık, koraladık, suyunu ötkezdik, ayak yol koyduk. Müslümanlarda en gereklisi şu su,
И аяқ yol. Кысмет етсе мына документ тапшырдық, светке 3 фаза свет өткізecekміз енді. Бұл ішлерден ғайры жәме қалав сеткасынан оралды. Кереклі құрылу материаллары алынды. Муфтиятта ресми олара қайт етілді. Тек есе құрылу ішлеріні башланмасыны беклей. Келешекте мына кысмет етсе бүк жамыны несіне не деймін, траншеяны қазып, бетонны қойып башламақ керек. Енді мына бұл несілге де сметная стоимость деген ши бар екен. Бұға прораб керек, ол шиіні прораб кезecek. Бүтін нелерінің. Ол өзінің бригадасы болacak, бүтін шиіні олар құрacaklar да. Бен шүкірлер олсын, сабырлы олсыңлар, бір-бірімізге қол тұтайық да бірлік олайық. Да, неде болса да бұл Қырым ветаны, бұл біздің ветан, ана бабамыздың ветаны. Әр уақыт мұнда келдік, Қырымға яшамаға келдік сай. Бөлілмеге келмедік. Да, шыншылер уақыт бірлік олайық. И сабыр етейік те. Сабыр олса, бүтін шиіміз олыр. Әр уақытында. Бұнен кой халқы тек инкшаф ете. Олар өз арзу істеклеріні еріне кетірелер. Көйге ватандашларымызның мұражатыны қабыл етіп, Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек тешриф бұйырды. Конечно же, радует то, что не во всех населенных пунктах у нас есть определенные вот такие противоречия, связанные с отсутствием коммуникаций. И вот населенный пункт, допустим, Двуречье, где мы наблюдаем вот уже довольно-таки стройную структуризацию, где люди выражают консолидированную позицию, нету противоречия внутри общины, есть взаимодействие с органами власти. И, конечно же, тот беспрецедентный случай, когда передали 380 квадратов здания бывшего детского сада под нужды крымско-татарской общины, пока до момента строительства мечети там частично некоторые помещения используются для намазов, для пятничной молитвы, но в конечном итоге планируется, что там будет спортивный зал, что там будет культурный центр, что, конечно же, это заслуга вот, в первую очередь людей и вот тем коммуникациям, которые они между собой выстроили. Поэтому хотелось бы, чтобы в каждом населенном пункте люди в первую очередь вот, стали слышать друг друга, научиться вот, коммуницировать друг с другом с максимальным эффектом, с той пользой, которая действительно приводила бы к результату. Ерлі сакинлер койның алым, газ ве илячханенің етішмезлігі ақында хабер еттілер. Вот, у нас проблема с аптекой. Ближайшая аптека находится в районе, за 8 километров. Вдруг ночью ребенок заболеет, проблема. Освещение дорог у нас тоже проблема, потому что сейчас лето, все хотят погулять и куда-нибудь поехать, темно. Я лет 10 уже работаю почтальоном, и у нас дороги невозможные. Я вот езжу по всем улицам, велосипед на себе таскаю. Ни тропинки, ни дороги. Везде грязь. Особенно, когда дождь, снег, невозможно ездить. Шындыки вақта бұл көйде 80 қырым-татар айлесінде 250 инсан яшай. Я уверен, вот сейчас вот эта встреча, с этим депутатом Государственной Думы я не первый раз уже встречаюсь. Я являюсь членом Национального комитета района, и мы с ним не раз встречались, и я знаю, что это очень ответственный человек. И раз дело дошло до него, я уверен, больше чем уверен, что он это дело возьмет на контроль, и у нас наконец-то в ближайшее время улица будет заасфальтирована. И даже особенно важно, что будет мост сдвинется. Нужен мост нам, это необходимо. Ең мұйымы халқымыз доғру ғайенен тұрышып, ватанымызда инкшаф етелер.
Ватан деп не қадар ширлер yazылған. Ватан деп не қадар шайырлер асылған. Ватан деп не қадар алқанлар төкілген. Ватан деп не қадар темеллер сөкілген. Не қадар сабилер анасыз бабасыз yolларға сепілген. Не қадар топырақлар тапталған екен. Рефат Чайлақ.